Мінекей бисмилла деп Хира үңгіріне көтеріліп бара жатырмыз. Қазір жартысына шамалап қалдық. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлықтан 2-3 Рамазан бұрын деген деректер бар. Осы жерге, осы бір үңгірге әлі ол кезде пайғамбар емес, оқшауланып, жеке осы үңгірді қилаует қылып, құлшылық қылуға қоғамнан жырақтанып шығып кетіп отыратын еді. Сол үңгір Айша анамыз радиаллаху анха ол турасында хадис айтады. Ол кісі осы Хираны қилаует ететін еді деп хадис жеткізген біздерге. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы үңгірге келіп құлшылық жасап отқан кезде Хадиша анамыз пайғамбарымыздың аяулы жары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тамақ таситын еді. Қарап отыратын болсақ, бұл Хира үңгірі өзі қасиетті Қағба орналасқан Әл-Харам мешітінің солтүстік шығыс жағында орналасады. Жоғарғы биік тауда, мынау біз шығып бара жатқан тауды араб халқы Нұр тауы деп атайды. Сонда Хадиша анамыз осы таулармен пайғамбарымызға тамақ таситын болған. Ол кезде Хадиша анамыздың жасы шамамен қарасақ 50-ден асқан шақ екен. Ол кездерде ешқандай мынандай баспалдақ жоқ. Қазір біз шығып бара жатқандай аяқ басуға ыңғайлы. Ол кезде тек мынау өзіңіз көріп тұрғандай мына тастармен тас тайып кетпесін деген өте қауіпті жағдайларда болады. Соған қарамастан Хадиша анамыздың батырлығын, мықтылығын айтқым кеп тұр. Осы жолдармен біз мінекей қазір көтеріліп бара жатқанымыз, қанша мәрте демалдық, жоғары шығып бара жатырмыз. Әлі бітер емес. Ал кәнекей кеттік. Мінекей қазір Нұр тауының ең биік шыңына шықтық. Уақытпен есептесек, 1 сағат 20 минуттай көлемде жоғарғы шыңына көтерілдік. Енді астыға қарай бір 30-40 метрге түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қилаует қылып, оңашаланып, құлшылық қылған, Алла тағала дәрежесін көтерген қасиетті Құранның алғашқы аяттарын түсірген Хира үңгірі тұр. Осы тауға көтеріліп келе жатқан кезде мына нәрселер біздің есімізге түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы үңгірге құлшылық қылуға кеткен кезінде 50-ден асқан шағында Хадиша анамыз қазіргідей баспалдақ жоқ, ағып жатқан тастардың арасымен пайғамбарымызға тамақ әкелетін болған. Тіпті менің анам, өзімнің күншайым анам осы 73 жасында қажылыққа келген кезінде осы Нұр тауының төбесіне көтеріліп, қайтадан астына түсіп, Хира үңгірдің ішінде 2 бас нәфіл намаз оқығаны мені таң қалдырды. Біз жас болып 1 сағат 20 минуттың ішінде 5-6 рет демалып зорға шықтық. Қазір анам өмірден өтті. Алла тағала анамның жасаған құлшылығын қабыл қылсын, жанын жәннатта көршісін пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қылсын деп Алладан сұраймын, тілеймін. Алла жаныңды шаттыққа бөлесін, анашым. Енді міне Хира үңгіріне кіру үшін қайтадан бір 30 метрдей төмен тауды айналып түсеміз шыңнан. Сол жерде қасиетті Құран түскен Хира үңгірі тұр. Қазір сіздерге бір қызық деректі айтам. Ішке жақындаған кезде қазір бір Хира үңгіріне кіретін тар жолмен өтетін боламыз. Яғни сол жолмен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламда өтті деп ойлаймыз. Себебі бұл үңгірге кіретін басқа жол жоқ. Мінекей жол өте тар, үңгірге бастайтын жалғыз жол. Мәжерлердің барлығы тас. Мінекей, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда осы жолдармен үңгірге кірген болар бәлкім. Өйткені басқа жол көріп тұрған жоқпыз. Тек қайтарда үстіне шығатын тар жол бар. Бұл жерде мінекей мен симай жатырмын. Тек адамның тізесі мен саны ғана сиятын орын бар екен. Мінекей өттік.
Аллаға шүкір. Осы жерде ислам дінінің тек қана бір Аллаға құлшылық ғибадатқа шақыратындығының бір керемет көрінісі және дәлелі деп осы үңгірді айта аламыз. Егер осы үңгір қандай да бір басқа дінде болса, олардың бір киелі дініне тиесілі кітабы үшін қастерлі Алла дәрежесін көтерген үңгір болғанда еді, бұл үңгірдің басын керемет қып, әсемдеп жасап тастайтын еді. Бірақ бұл үңгір, мінекей арада 15 ғасыр өтсе де, миллиардтаған мұсылмандар осы жерде ең алғашқы Құран аяттарының түскенін күллі мұсылман білсе де, бұл сол қалпында, сол баяғы бағзы замандағы тас күйінше тұр. Қазір тағы да бір құрметті халайық, құрметті мұсылман жұртшылығы ескертетін жайт, бұл үңгірдің басында арнайы жасайтын құлшылық жоқ. Бұл жерге келіп, тасқа табынып, орамалыңды сүртіп, немесе бір тәбәрәк алудың қажеті жоқ. Бұл жерде тек қана Алла тағала өзінің Құранын түсіру үшін осы үңгірді таңдады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрегінің тыныштық табу үшін, күнәға батқан қоғамның ішінен арпалысқан жүрегінің тыныштығын осы үңгірге кеп тапты. 3-ші Рамазанында Алла тағала осы үңгірдің басында сізбен біз үшін тура жолға бастаған, екі өмірдің бақытына жеткізген қасиетті Құранды жіберді. Дәл осы үңгірдің ішінде отырған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала өзінің пайғамбарларға жіберетін періштесі Жибрейіл алейхиссаламды жіберіп, қасиетті Құран аяттарын түсіре бастады. Аллаху акбар. Мінекей біз Хира үңгірінің ішіндеміз. Айша анамыз радиаллаху анха айтқандай, ол кісі Хира үңгірінде қилаует қылып құлшылық жасайтын деп айтатын. Яғни оңашаланып осы жерде құлшылық қылатын. Хира үңгірінің биіктігі орта бойлы адам тік тұрғанда сиятындай, осындай мінекі қазіргі көрінісі ішінде 2 адам құлшылық қылатындай дәрежеде. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның маңдайы тиген жерге маңдайымыз тисе, қияметтің күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен жәннатта көрші болып, сұхбаттас болуды жазсын.